Сәлем достар, қалайсыздар? Дана Мартасына қош келдіңіздер. Бүгін біз достар осындай дәмді салат дайындаймыз. Оның құрамы өте оңай. Үйдегі бар заттармен жасай бересіздер. Оның құрамына бізге бір сәбіз, 2 сарымсақ, 2 пияз, брокколи, салат жапырағы және укроп керек болады. Бірінші сәбізді осылай өткіштен өткізіп аламыз, сосын пиязымызды қалаған пішінде турап аламыз. Мен осылай турадым. Енді табамызға майымызды құйып аламыз. Достар, майды құйғанда абайлаңыздар, жаңағы табақ қатты қызып кетпеу керек, әйтпесе шатырлайды. Енді пияздарымызды осылай салып аламыз жақсылап. Оны қуырып алуларыңыз керек, достар. Ол жақсылап қуырылуы керек. Достар, пиязды сіздер қуыруларыңызға да болады, қуырмай салуларыңызға да болады. Мен бұнда кішкене қуырып салдым. Енді үстіне бетіне сәбізімізді салып аламыз жақсылап. Бұны да дәл солай, осылай кішкене пісіріп аламыз, қуырып. Кішкене бұлар тұра тұру керек, себебі піспесе салатымыздың дәмі кетіп қалады. Мен мұнда тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Сіздер қоспауларыңызға да болады. Өз талғамдарыңыз. Енді үстіне жаңағы брокколиімізді саламыз. Брокколимен бұл енді кішкене тұра тұру керек. Осылай брокколиді пісіп кету керек, әйтпесе ол қатты болып қалады. Енді ыдысымызға салып аламыз. Сосын бетіне укроп себеміз. Енді бетіне листья жапырағымызды бетіне салып аламыз. Достар, сіздер 2-ге де 3-ге де бөлулеріңізге болады, бірақ 2-ге бөлсеңіздер бұл ірі және дәмдірек дәм шығады. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.